Жетістіктер, рекордтар мен жеңістер, ең кішкентайлар мен ең үлкендер және сирек кездесетіндер. Қазақстанда не болып жатыр және алдағы уақытта болуы мүмкін. Осының барлығы біздің бағдарламада. Оның жағалауында бір емес 5 мемлекет орналасқан. Ол Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Атауларының көптігінен географиядан хабары барлардың өзі жаңылсады. Бүгін Каспий теңізі туралы сөз қозғаймыз. Каспийге көптеген рекордтар тиесілі. Біріншіден ол ең үлкен көл ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Аумағы 317 мың шаршы шақырым. Мәселен, Ватиканның территориясы небәрі 4,5 шаршы шақырым. Италия аумағы 301 388 шаршы шақырым. Ал Грекиядай мемлекеттің үшеуі Каспийдің орнына емін еркін сыяр еді. Люксембургтікі тіптен қызық. Ергежейлі елдің 122-сін қоссақ қана Каспийдің аумағындай болады. Каспий жағалауының ұзындығы 7000 шақырымдай. Бұл Астана мен Алматы арасына 5 рет қатынағанда шығатын қашықтық. Тіркелген толқын биіктігі 11 метр немесе 4 қабатты үйдің биіктігі. Каспий теңізі мұнай мен газдың қомақты қорымен де ерекше. Олардың жалпы қоры 18-20 миллиард тонна деп бағалануда. Ондағы Қашаған кен орны әлемге әйгілі. Мұнайлы Торцық деп аталған Қашаған Атырау қаласынан 80 шақырым жерде. Каспийдің солтүстік бөлігінде орналасқан. Ол мұнай қоры бойынша соңғы 30 жылда анықталған ең ірі кен орны болып есептеледі. Алайда Қашағанның мұнайын өндіру аса қиынға түсуде. Ол үшін көптеген жасанды аралдар салуға тура келді. Бұдан өзге Каспий табан, сазан, көксерке, майшабақ секілді балықтарға бай. Тірі қара алтын туралы әңгіме тіптен бөлек. Әлемдік көрсеткіш бойынша бекіре тұқымдастарды аулаудың 90% Каспий еншісінде. Ал бекіре бар жерде қара уылдырық бар. Оның бір келісінің өзі бірнеше мың долларға саудаланады. Фауна тақырыбын жалғастырсақ, Каспийдің итбалығы туралы айтуға болады. Жалпы итбалықтың 32 түрі бар. Каспийдегі түрі солардың ең кішкентай ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Географиялық тұрғыдан Каспий 5 мемлекетке тиесілі. Оның жағалауында Ресей, Қазақстан, Әзербайжан, Иран және Түркменстан орналасқан. Каспий теңізінің басты қалалары ретінде Қазақстанның Ақтауы мен Атырауын, Әзербайжанның Бакуын, Иранның Решт және Сари қалаларын, Ресейдің Астраханы мен Мақаш қаласын, Түркменстанның Түркменбашысын атауға болады. Бұл әрине теңіздің барлық ерекшеліктері емес. Айта кететін тағы бір жайт, Каспий жердегі ең терең көлдердің қатарында. Байкал мен орталық Африкадағы Танганьикадан кейінгі ең терең көл Каспий. Оның оңтүстік бөлігіндегі ең терең ойпаты теңіз бетінен өлшегенде 1025 метрге жеткен. Есте сақтаңыз, Каспий ол теңіз емес, көл. Теңіз деп аталуының себебі мұхит типтес жер қабатына және үлкендігіне байланысты. Міне, рекордсмен көліміз осындай, ең үлкен және әйгілі. Айтпақшы, көлдер арасындағы тереңдік бойынша бірінші көрсеткішке Байкал көлі ие. Оның тереңдігі 1642 метр. Бұған қоса Байкал әлемдегі тұщы судың ең үлкен қоры. Онда 23615 куб шақырым немесе 23 миллиард тонна тұщы су бар. Егер осыншама суды Қазақстан тұрғындарына бөлсек, әр адамға 1352 тоннадан келеді. Ал адамның суға деген ең төменгі жылдық сұранысы тұрмыстық қажеттіліктерді қоса есептегенде 18 тоннадан аспайды. Алайда тереңдік туралы әңгімеге оралайық. Ғылыммен анықталған адамға белгілі әлемдегі ең терең жер Мариан ойпаты. Оның түбіне жету үшін 11022 метр тереңдікке түсуге тура келеді.
Қазақстанның өзге де рекордтары жайында біз келесі хабарда айтамыз. Бізді интернеттен таба аласыздар. Елімізбен бірге мақтанайық.